Баршаларыңа сәлем. Бүгінгі менің кішкентай оқырмандарым сіздерге 10 сыныптың физика пәнінен 2 тоқсанға арналған жиынтық бағалау тапсырмалары, демек ТЖБ тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бұл 10 сыныпта сендер термодинамика және электродинамика, статика тақырыптарын қарастырдыңдар. Енді осы тараулардың тапсырмаларын талдайтын боламыз. Бірінші, қатты денелер кристалдық торына қарай 3-ке бөлінеді. Төменде қатты денелердің кристалдық торлары көрсетілген қатты заттардың түрін жазыңдар. Біріншісі аморф денелер. Аморф денелерде молекулалар сонда ретсіз орналасады. Екіншісі полимерлер деп аталады. Үшіншісі кристалл денелер, молекулалар сонда жақсы бір ретпен орналасып тұр. Кристалды денелердің физикалық қасиетін анықтаңдар. Атаңдар пішіні менен көлемін сақтайды, анизотропиялы болады, балқу температурасы болады. Екінші, термодинамиканың бірінші заңын тұжырымдаңыз. Формуласы дельта У тең Q минус H', немесе Q тең болады дельта У қосылған H'. Денеге берілген жылу мөлшері ішкі энергияның өзгерісі мен термодинамикалық жұмысқа қосындысына тең болады. Бірінші, текті мәңгілік қозғалғыш болмайтындығын термодинамиканың қай заңы дәлелдейді? Термодинамиканың екінші заңы менен дәлелденеді. Жылу қозғалтқышының жұмыс істеу принципі схема түрінде көрсетіңіз және оны сипаттаңыз. Мен оны мына жерге көрсеттім, балалар. Бірінші, қыздырғыштан тұрады. Температурасы Т1, жылу мөлшері Q1. Ол жұмыс денесіне беріледі. Жұмыс денесі сол жылудың әсерінен көлемін ұлғайтып, термодинамикалық жұмыс жасайды. Ал жылудың біраз бөлігі Q2 тоңазытқышқа кетеді. Тоңазытқыштағы температура Т2 болады. Төртінші, молекула кинетикалық теорияның негізгі қағидаларын атаңдар және үшінші қағиданы дәлелдейтін мысалдар келтіріңдер. Молекула кинетикалық теориясының негізгі 3 қағидасы бар. Зат бөлшектерден тұрады, бөлшектер ретсіз қозғалады және олар бір-біріменен әрекеттеседі, тартылады немесе тебіледі. Енді осы 3-ші қағидасын өзімізше дәлелдеп көрейік. Молекулалар бір-бірімен тартылады және тебілетіндігін. Мысалы, олардың тартылатындығы жұғу-жұқпау құбылыстарменен мысал келтіруге болады. Не болмаса, сұйықтарды сығу қиынға түседі. Не болмаса, қатты денені қатты қысқанда, майыстырғанда ол серпіледі. Демек, молекулалар бірін-бірі тебетін болады. Бесінші, білім алушы дене, қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы кейбір тұжырымды жазды. Қатты денелер қатты болады, өйткені олар молекулалар тербеліс жасайды. Сұйықтар ағады, сұйық өйткені молекулалар газ молекулаларына қарағанда жақын орналасқан. Газдардың сұйыққа қарағанда тығыздығы азырақ, өйткені газ молекулалар ретсіз қозғалады. Осы тұжырымды біз дұрыс деп қарастырамыз. Үшінші тұжырым дұрыс. Неліктен? Себебі газ берілген көлемді толық алады және молекулалардың концентрациясы аз болады. Алтыншы, суретте массасы тұрақты идеал газ күйінің өзгеріс графигі көрсетілген. Мынандай газ бір күйден екінші күйге температурасы артып бара жатыр, көлем ұлғайып бара жатыр. Мынау енді қысым қалай өзгереді? Демек, қысым артады. Егер газдың температурасы артатын болса, көлем ұлғаятын болса, газдың қысымы артады, балалар. Газ молекуласының орташа квадраттық жылдамдығы қай күйде минимал болады? Ол мына бірінші күйде минимал болады. Бірінші нүктеде жылдамдық минимал себебі осы нүктеде газдың көлемі мен температурасы төмен. Мысалы, шарда далада аязға ілік қоятын болсаңдар, балалар, ішінде газдың молекулаларының жылдамдығы азаяды, көлемі кішірейіп, температурасы азайып тұрады. Ал сысыншы тапсырмада мынандай ПТ графикте көрсетілген процестердің аттарын жазыңдар. 1-ден 2-ге қарай өткені изохоралық, 2-ден 3-ге өткені изотермиялық, ал 3-тен 4-ге өткені изохоралық, 4-тен 1-ге қарай өткені изобаралық процесс. Бұл изопроцестерді атадық, балалар.
Келесі тапсырмамызда ПВ координатасында идеал газдардың процестерін сызыңдар және газдың массасы тұрақты. Міне 1-2 изохоралық, 2-3 изотермия, 3-4 изохоралық, ал 4-1-ге өткені изобаралық процесс. ПВ координатасын сыздық. Үшінші ВТ координатасында идеал газдардың процесін сызыңдар. Газдың массасы тұрақты. Енді міне 1-2 міне изохоралық, 2-3 изотермиялық, 3-4 өткеніміз изохоралық, 4-1 өткеніміз изобаралық процесс. Міне осыны 3 процесті мына 2 графикке көшіріп сыздық балалар. 7-ші тапсырмамызда сұйықтың еркін бетінің қисықтығы миниска деп аталады. Төмендегі суретте неліктен сұйықтар беті 2 түрлі менискіні көрсетеді. Мысалы балалар мына жаққа қарасаңдар ойыс болып тұр да, мына жерде сұйықтың беті дөңес болып тұр. Ал біріншісінде 6-шы суретте жұғу құбылысы мынау жұғып тұр деген сөз. Бұл ойыс сұйықтың шыныға жұғу құбылысы. Ал мынау дөңес болып тұрған себебі сұйық ыдыстың қабырғасына жұқпай тұр, дөңес. Егер сұйықтың беті менен ыдыстың қабырғасы сүйір бұрыш болса, онда ол жұғатын құбылыс. Ал енді ыдыстың қабырғасы менен сұйықтың беті мынандай дөңес әгіндегі доғал бұрыш болатын болса, онда жұқпайтын құбылысты көрсетеді. 8-ші тапсырмамызда монокристалдардан тұратын кубты қыздыру арқылы параллелепипедке айналдыруға болады. Неліктен бұл мүмкін? Монокристалл деген ол жалғыз ғана кристалдардан тұрады. Ал поликристалл деген ол бірнеше кристалдардан тұрады. Демек, монокристалдан тұратын денені анизотропты. Ол тек қана бір бағытта ғана орналасады. Қыздыру кезінде жылулық ұлғаю әртүрлі дәрежеде болады. Сондықтан ол параллелепипедке айналуы мүмкін балалар. Келесі 9-ші тапсырмамызда суретте массасы тұрақты болатын идеал газының қысымының температураға тәуелді графигі көрсетілген, изопроцестің графигі көрсетілген. Ал соның 1-2 бөлігіне сәйкес келетін графикаға сипаттама беріңдер. Газ 1-2-ге изобаралық қыздыру, температурасы артып тұр балалар. Мына жерде қысымы тұрақты, температурасы артып бара жатыр, изобаралық қыздыру. 4-1 бөлігі, 4-1-ге өткендегі бөлігі, бұл изохоралық салқындау, температурасы төмен азайып бара жатыр, көлемі тұрақты, қысымы азайып бара жатыр. Міне, бұны изохоралық салқындау деп аталады. Сысыншы, газ молекуласының концентрациясы тұрақты болып қалатын бөлікті көрсетіңіз. Осы графиктерде 2-3-ге өткенде және 4-1-ге өткен бөлікте газ молекулалары саны өзгермейді, немесе олардың концентрациясы өзгермейтін болады. 10-шы 10 моль бір атомды идеал газдың алдымен қысымын 3 есе азайта отырып салқындатты. Ал сосын 300 кельвинге бастапқы температураға дейін қыздырды. Мына жерде салқында басында 300 болған, соның кейін салқындатты, оның кейін қайтадан қыздырған. Сонда міне осындағы берілген жазайық балалар. Зат мөлшері 10 моль, қысымы 3 есе азайған P1/3, бастапқы температурасы 300 кельвин болған. Мына графикте біз міне бұны график изопроцестердің графигін айтатын болсам, 1-2-ге өткені изохоралық салқындау болып тұр балалар, ал 2-3-ге өткені изобаралық қыздыру бар. Ал мынау 3-1-ге өтетін болса, оны изотермиялық сығылу деп атайды, көлемі кішірейген балалар. Келесі тапсырмамызда
қай газ бөлікте жұмыс атқарады? Газ қай бөлікте жұмыс атқарады? Демек, ол жұмыс атқарады, егер оның қысымы өзгеріп, көлемі өзгерген жағдайда жұмыс атқарады. Біздің 2-ден 3-ке өткен бөлікте көлемін ұлғайтып термодинамикалық жұмыс атқарады. 5-ші тапсырмада екінші нүктедегі газдың температурасы қаншаға өзгереді? Жоғарғыда айтылғандай, бұл жерде изохориялық процесс кезінде Шарль заңын жазамыз. P1-дің P2 қатынасы T1-дің T2 қатынасына тең. Осыдан T2-ні анықтаған кезде P2-ні T1-ға көбейтіп P1-ға бөлеміз. Бізде қысым 3 есе азайған, демек P2-нің орнына P1 бөлінген 3-ті қоямыз. P1 мен P1 қысқарады, сонда T2-міз оның соңғы температурасы 100 кельвинге тең болады екен. Қысым 3 есе азайса, онда температурасы да 3 есе азаяды. Бұлайда ауызшада шығаруға болады. Ал 11-ші, поршыны бар ыдыстың ішінде қанықпаған су буы бар. Оны қаныққан күйге келтіру үшін не істеу керек екендігін төменде ұсынылған жауаптардың ішінен таңдаңыз және себебін түсіндіріңіз. Бұл жердегі қаныққан буға келтіру үшін будың көлемін азайту керек, балалар. Енді көлемін азайтатын болсақ, қысымы артады да өзінің сұйықтығымен тепе-теңдікте болатын күйге келеді, немесе қаныққан бу пайда болады. Енді 5-ші тапсырмамыз кішкене күрделі тапсырма берілген. Ауаның ылғалдылығына байланысты, салыстырмалы ылғалдылыққа байланысты есептің шарты мынандай, балалар. Суретте ылғалды ауасы бар 2 ыдыс көрсетілген. Суретте көрсетілген мәліметтерді пайдаланып, әр ыдыстағы су буының массасын және олардың массаларының қатынасын анықтаңдар. 35 градус Цельсий кезіндегі судың қысымы, қаныққан судың қысымы берілген 5,16, оның 3 дәрежесі паскальға тең екен. Енді мына жерде 2 ыдыс тұр, біреуінің көлемі 2 литр, екіншісінің көлемі 4 литр. Біреудегі ылғалдылық 40%, екіншісіндегі ылғалдылық 50%, температурасы бірдей екен, 35 градус Цельсий. Ал бізге Менделеев-Клайпейрон теңдеуін жазамыз да, осының ішіндегі массаны табу үшін P-ны малярлыққа көбейтіп, R-ға бөлуіміз керек. Ал бұл жерде бізде судың қысымы белгісіз, балалар. Мынау будың қысымы, бізде судың қысымы белгісіз. Ауаның ылғалдылығы арқылы бірінші ыдыстағы фи тең болады P-ны P0 бөліп 100-ге ылғалдылықтың формуласы арқылы біз бірінші ыдыстағы судың қысымын табамыз. Фиді P0 көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бізде қаныққан будың қысымы 5,16, оның 3 дәрежесі, ылғалдылық 40%, 100-ге бөлеміз. Сонда 2,24, оның 3 дәрежесі бірінші ыдыстағы судың қысымы шығады. Енді осы бірінші ыдыстағы судың массасын табу үшін P малярлық масса RT формуласы бойынша 2,24, оның 3 дәрежесін, көлемі 2, оның минус 3 дәрежесі, судың мольдық массасы 18, оның минус 3 дәрежесін, 8,31, 35 градус Цельсийді кельвинге айландырамыз, 8 болады. Көбейтіп бөлетін болсақ, 0,0315, оның минус 3 дәрежесі килограмм. Бұл бірінші ыдыстағы масса шығады. Енді екінші ыдыстағы қысым, мына судың қысымын тағы да бөлек тауып аламыз. Фи2-ні P0 көбейтіп 100-ге бөлеміз. Бұл жерде процент ылғалдылық 50%-ға тең. 5,16, оның 3 дәрежесін 100-ге бөлеміз. 2,8, оның 3 дәрежесі екінші ыдыстағы судың қысымы шығады. Енді осы екінші ыдыстағы судың массасын табу үшін, М2-ні табу үшін, мына алғашқы формулаға барамыз. М тең болады P малярлық масса RT формуласы бойынша орнына қоямыз. Судың қысымы 2,8, оның 3 дәрежесі, көлемі 4, оның минус 3 дәрежесі, литрді метр кубқа айландырып жатырмыз. Малярлық масса тұрақты, 18, оның минус 3 дәрежесі, R универсал газ тұрақты 8,31-ге тең, температура 308-ге тең. Осы шамаларды көбейтіп, бөліп, орындайтын болсақ,
әгіндегі 10.000-нан 787, оның минус 3 дәрежесі килограмм екінші ыдыстағы, мына екінші ыдыстағы масса шығады. Сөйтіп біз екі ыдыстағы да газдың әгіндегі судың массаларын анықтадық. Әр ыдыстағы су буының массасын анықтадық. Енді осы массаларының бізге қатынасын табу керек. Сонда қатынасы М2-нің М1-ге қатынасын табайық, балалар. Бізде М2 0,0787, оның минус 3 дәрежесі килограмм болған. Енді өлшем бірліктерін жазған жоқпын. Ал бірінші ыдыстағы судың массасы 0,0315, оның минус 3 дәрежесі килограмм болған. Сонда қысқарта, оның минус 3 дәрежесі қысқар кетеді, килограммдар қысқар кетеді. Алымын бөліміне бөлетін болсақ, онда 2,5-ке қатынас 2,5-ке тең екен. Сонда осы екі ыдыстағы, екінші ыдыстағы судың массасы бірінші ыдыстағыдан қарағанда 2,5 есе көбірек су әгіндегі бар деген сөз. Бұл қатынас 2,5-ға тең болды. Міне балалар, біз бүгінгі қарастырғанымыз ауаның ылғалдылығы, термодинамикалық жұмыс, изопроцестер, молекула-кинетикалық теориясы, молекула-кинетикалық теориясының негізгі қағидалары, МКТ теориясы жайлы біраз мағлұматтарды біз айтып өттік, балалар. Және қатты денелердің қасиеттері. Бізде қатты денелеріміз кристалл және аморф полимерлер болып бөлінеді. Бұлардың молекулаларының орналасуы, сұйықтардың қасиеті, жұғу-жұқпау жайлы осындай біз мәліметтерді айтып өттік, балалар. Бүгінгі менің сіздерге берген ақпаратым түсінікті болады деп ойлаймын. Арнаға жазылып, пікірлеріңді қалдырып, лайк басуларыңды сұраймын. Осы 2-ші тоқсандағы, жарты жылдықтағы білімдеріңді тиянақтап, жинақтап, өте жақсы бағаменен 2-ші тоқсанда аяқтауларыңа тілектеспін. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.